Бірі есепші, бірі менеджер, енді бірі шаруашылық жөніндегі қызметкер. Құрамына 8 бірдей ірі компанияны біріктірген Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі тәуелсіздік күнін ұжым болып атап өтті. Ұзақ жылы табанды әрі табысты еңбек етіп жүрген қызметкерлерді марапаттады. Салтанатты шарада Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің барлық еншілес компания басшылары жиналды. Елдің түкпір-түкпіріндегі филиалы қызметкерлері де арнайы шақырылды. Тәуелсіздік жылдары алып құрылым мемлекетпен бірге дамыды. Телегей табысқа қол жеткізді. Сол жолда тынбай тер төгіп келе жатқан 64 қызметкер холдингтің басқарма төрағасы Айдар Әріпхановтың қолынан мәртебелі марапат алды. Аграрлық несие корпорациясында 15 жылдан аса жұмыс істеп жатырмын. Еңбегімді өстіп бағалап отырғанына алғысымды айтамын. Әрине, мен ғана еңбегім емес, біздің корпорациямыздың әр адамы өте маңызды деп ойлаймын. Мемлекет басшысының жарлығымен ерен еңбек үшін медалі холдингтің 4 қызметкеріне бұйырды. Елдің әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлестері жоғары бағаланды. Холдинг құрылғалы сан түрлі салада маңызды жобалар жүзеге асырылды. Халықты тұрғын үймен қамту, қолжетімді баспана салу, отандық экспортты дамыту мен ауыл шаруашылығын қолдау сынды шаруалар тиімді іске асты. Мен өте ризамын. Бұрын 17 жылы премьер-министрдің грамотын алғам. А биыл осы медаль алдым. 30 жыл мерейтоймен бәрін құттықтаймын. Тілегім тең, бізде Қазақстан бәрі жақсы болсын, өсіп, жұмыс істеп, қызмет көрсетіп, өсе берсін біздің Қазақстан. Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерейтойлық медалімен де 24 қызметкер марапатталды. Премьер-министр және құзырлы ведомство тарапынан құрмет грамотасы мен алғыс хаттар табыс етілді. Рауан Мыңбаев, Арман Ақшабаев, Хабар 24.